Құрметті көрермен, мерекеге орай біздің студиямызда кәсіби мерекелерін құттықтау үшін жол патрульдік полиция қызметкерін шақырдық. Қош келдіңіз. Ал бізде қонақта патрульдік полиция полкінің қызмет инспекторы, полицияға лейтенанты Қайсар Мырзабекұлы қонақта. Дұрыс айттым ба? Дұрыс. Мереке құтты болсын. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Рахмет шақырғандарыңызға. шақырғандарыңызға. Келісіп, енді онсыз да қарбаласқа толы кезеңде уақыт тауып келгеніңізге рахмет дейміз. Енді осы орайда айта кетейік, құрметті көрермен, егер көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне жолдаңыздар, студия қонағы сіздерге жауап беретін болады. Солай ғой? Әрине жауап береміз. Ал енді бастасақ, жалпы жол полициясының қызметі соңғы жылдары қалай өзгеріп жатыр? Бүге-шүгесін айтып берсеңіз. Жол патрульдік полициясы қазір 1992 жылдан басы жол полициясы ішкі істер министрлігінің есімен өзгерді. Біздің басты бірінші міндетіміз қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету және жол қозғалысын реттеу. Қазір өзгергенде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде баптар өзгерді 2019 жыл 1 қаңтардан бастап. Басқа өзгерістер кішігірім әкімшілік неде өзгеріп жатыр. Жалпы ереженің бәрі бұрынғыдай. Қайсар мырза, алдымен сұрайықшы, осы қандай жағдайда көлікті тоқтатасыздар? Біз енді көлікті тоқтату біріншіден қатаң жол ережесін бұзған жағдайда көлік тоқтатамыз. Екіншіден бейне бақылаулар арқылы бағдар береді. Осы көлік осы маңайда жүрді. Осы көлік осындай немен өтті. Ориентировка болады немесе қылмыстық жағдайлар болады, сол кезде сол көлікті тоқтатамыз. Қорғаныс белдігі үшін тоқтатасыздар ма? Әрине, қорғаныс белдігі үшін адамның өміріне қауіпті ол. Қорғаныс белдігін тақпаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылықтың 593 баптың бірінші тармағына сәйкес оған әкімшілік айыппұл болады 5 МРП. Әне сол үшін міндетті түрде қауіпсіздік белдігін тағып жүріңіздер, құрметті көрермен. Енді айтайықшы, көлікті жүргізушіні тоқтатқан кезде азаматтармен өзара түсіністік қаншалықты керек, жалпы маңызды ма? Азаматтар тоқтатқан. Шыны керек, біз қарапайым халық сіздерден қорқамыз. Әсіресе балажан қатты қорқады. Мен қатты қорқамын. Бізден қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Біз халыққа қазіргі таңда интернеттен бүкілінен қарасаңыздар, полиция қызметкерлері, ішкі істер органдары халыққа көмектесіп жатыр. Бізбен сұхбаттасып, көмек сұрасаңыздар, ішкі істер қызметкерлерінің барлықтары сіздерге әрдайым қол ұшын беріп, ешқандай қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Полиция қызметкерлерінің. Қайсар мырза, енді кезекшіліктеріңіз тыныш өтсе, қуанатын жассыздар. Әрине, тыныш өтсе, ол бүкілі жақсы болса, халық тыныш, бүкілі жақсы деген сөз. Нұр-Сұлтан қаласында. Нұр-Сұлтан қаласының әрбір азаматы тыныш өткені бізге осыменен жақсы 5 деген бағаға аяқтап шықса, ол өте керемет деген нәрсе. Енді тағы да бір айтатын, бұрын көшенің мысалы әр қиылысында жол патрульдік полициялар тұратын. Қазіргі таңда қалай? Әлі күнге шейін солай тұрасыздар ма, жоқ, әлде көше кезіп жүресіздер ме? Қазір патрульдік полиция қызметкерлері ауа райының қолайсыздығына байланысты бағдаршам істемей қалған кезде реттегіш дейді, біз реттеп тұратынбыз жол қозғалыс ережесін. Бұрынғыдай қазір электронды планшет деген бар бізде, әкімшілік хаттаманы жұмыстарыңыз онда жеңілдеген екен. Және бейне бақылаулар арқылы, сергек камера арқылы бізге көшеде көп полиция тұрмайды, камера арқылы, планшеттер арқылы бүкіл нәрсені анықтап, алдын алып отырамыз. Енді өзіңіз мойындаңызшы осы орайда, қайсысы ыңғайлы сізге? Қазір әрине әкімшілік хаттаманы планшетпен салған оңай, 30 секундта халық 30 секундта салып, кезінде 5-10 минутта салатын еді ғой, жазып оны неге протоколды. Қазір бүкіл электронный, кімнің кетіп баратқанын, кім не істегенін бүкіл планшет арқылы сергек арқылы біліп отырамыз. Енді осы орайда бізге хат келіп жатыр екен, халық болмашы ереже бұзғанға хаттама толтырады деп жатыр. Ескерту деген жоқ дейді. Осыған сіздің айтар ойыңыз болса? Бізде неге қазір өте ескертулер қазір көп. Мысалы күндізгі уақытта автокөліктің жарық несін жағып болсаңыз, сізге жол қызметкері, жол хаттама толтыра ма, әлде жай ескерту жасай ма? Ескерту береді енді. Мен ойлаймын, көп қызметкерлер ескерту береді. Және қазір жүргізуші куәлігін үйде ұмытып кетсеңіз де сізге ескерту беріледі. Жолда малды қағып кетсе кім кінәлі болады деген де сауал келіп жатыр. Жолда малды қағып кетсе қай уақытта? Күндіз, түнде? Мейлі, күндіз қалай, түнде қалай? Түнде енді малдың егесі кінәлі болады ғой. Күндіз жүргізуші
күндізгі уақытта. Күндіз жүргізуші внимательный болу керек. Түнгі уақытта малдың егесіне. Енді тағы бір сауал қояйыншы осы жерде. Дәл қазір жүргізуші куәлігін, көліктің құжатын бірге алып жүрудің қажеті жоқ, барлығы жаңағы базада дейді ғой сақтаулы деп. Дұрыс айтасыз. Қазір бүкіл электронды, әркім өзінің жүрсен иінін білсе, бүкіл автомат түрде біздің планшеттерден шығады. Және осыны біздің басшы құрам осыны неге алып жатыр? Қолға алып жатыр. Ол заң әлі күшіне енген жоқ. Күшіне енгенде міндетті түрде бүкілі хабардар болады. Әлі күшіне енген жоқ, Құдай қаласа енді. Бірақ егер жүргізуші куәлігін өзімен бірге алып жүрмеген күннің өзінде қалай? Сіздер базадан қарап ала аласыздар ғой, өзімен болмаса? Оп-оңай базадан бүкіл данныйын шығарып аламыз. Бүкіл мәлімет сол азамат туралы. Енді тағы бір сауал келіп жатыр. Универсал машинені тоқтатты дейді. Және де айып ішіне товар толтырып келе жатқан универсал машине тоқтатып, айыппұл салмақ болды дейді. Бұл дұрыс па? Айыппұл универсал машина енді жүк көлігіне, мысалы жүк көлігі, арнайы көліктер болады. Арнайы жүк көлік болмағандықтан әрине оны штраф. Кейде салмағы асып кетеді, соған да байланысты шығар. Бүкілі заңда қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылықта. Жүк көлігі, яғни жүк тасу керек. Мысалы, жеңіл көліктер өз жеңіл нәрсені алып жүру керек. Сол өзінің арнайы өзінің белгілері бар. Енді Қайсар мырза, осы орайда сізге бір жақсы мүмкіндік туып тұр. Барлық әріптестеріңізді құттықтасаңыз болады. Бүкіл Қазақстандағы әріптестерімді, өзімнің туып өскен Бөген су қоймасы ауылдағы достарымды, оның ішінде қызметкерлер бар, бүкілдерін құттықтаймын. Бүкілдерінің отбасыларыңызға аманшылық, бақыт, жұмыстарыңыз алға баса берсін, құрметті әріптестер. Құдай қаласа 2020-ны аман есен шығарып салайық. Әумин. Кезекшіліктеріңіз тыныш өтсін дейміз. Сіздерге мереке құтты болсын. Сізді мерекеңізбен құттықтаймыз. Кәсіби мерекеңіз шын жүректен Талжан екеуміздің атымыздан құттықтаймыз. Рахмет сіздер. Құрметті көрермен, біз осы орайда бағдарламамызды тәмамдаймыз. Бүгін дүйсенбі, шаршамаңыздар. Әр шаңырақта Еуразия бірінші арнасы қосылы болсын.